Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін сіздерге мен Word'та гиперссылканы қалай қоямыз, жалпы гиперссылка деген қалай түсінеміз, ол не үшін керек, сол туралы айтатын болам. Каналға жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз комментке жазып кетулеріңізге болады. Ендеше кеттік. Жалпы гиперссылка дегеніміз не? Ол мысалға бір сайттарда сіз кірсеңіздер, мысалға бір беттен екінші бетке өту үшін сіз мысалға бір компьютер осындай модель деп тұрады, үстінен баспасаңыз, сульпаққа кіріп немесе технодомға бассаңыз, сол сіздің моделіңіздің толығырақ мінездемесіне, характеристикасына кіру үшін сіз басып ары қарай толығырақ мәліметті көресіз. Мен ссылка арқылы өтеміз. Жалпы Word'та да сондай нәрселерді жасауға болады. Ендеше кеттік. Например, мен Барселона қаласы деп жазып көрейін. Қаласы, например, қаласы. Барселона қаласы. Давайте бұны енді үлкен қылмай қояйық, жалпы кішірейтейік. Давайте 22 болсын, по левому краю. Міне, Барселона қаласы. Енді қараңыздар. Барселона деген сөзге мен басып қалған кезде сол Барселона туралы мәлімет шығатын, немесе бір сайтқа секіріп кететін қылып ссылка қойғым келеді. Оны қалай қоямыз? Ол үшін бүйтесіздер. Мынандай мәзір болады. Төбесінде мынандай сіздерді бүйтіп свернуть етіліп тұрса, мына жерде оң жағында жабудың астында развернуть ленту деген бар. Жалпы осылай панель управления несінің функцияларын ашып алыңыздар. Осы жерде гиперссылка деген бар. Гиперссылка деп бассаңыздар, осы жерге міне Ctrl-V вставить етсек, то есть қазір тұра тұрыңыздар. Мен енді ссылка керек қой бізге тауып алайық. Давайте Барселона город дейік. Давайте Википедияға кірейік. Жалпы Барселона деген міне осындай Википедия Барселона туралы ақпаратты мен осы Википедияны мен шығарғым келеді. Сіз кез келген нәрсені ала берсеңіздер болады. Кіріп тұрған жерден осылай ссылкасын копировать етіп алсаңыздар болады. Мен Word'қа өтем, осы жерге жаңағы Ctrl-V деймін. Окей деймін. Қараңыздар, менде Барселона осындай көк түске белгіленді. Ол үшін Ctrl-ды басып, просто үстінен жай ғана сол мышканың сол жағымен шерте салсам, міне мен осылай керек өзімнің бағытыма, ссылкама өте аламын. Міне Википедияға өттім, жаба салайық. Дәл осылай оны қалай алып тастаймыз, белгілейміз. Гиперссылка, удалить ссылку, міне жоқ. Енді екінші жолы бар. Мысалы, оң жағын басасын, например, Барселона қаласын бірге алғым келеді. Гиперссылка деген оң жағын бассаңыздар, міне осындай гиперссылка деген бар. Осы жерге де Ctrl-V керек сайтыңыздың копировать етіп алып келесіз ссылкасын, осы жерге окей дейсіз. Ctrl-ды басып басам, міне мен осылай Барселонаның Википедия өзімнің таңдаған веб-сайтыма секіріп кетемін. Енді қараңыздар. Бұл жерде де оң жағын басып, удалить гиперссылку. Давайте мен енді біреуіне қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. Қараңыздар, қазір оң жағын басам, гиперссылка, ставить, окей. Енді мынандай бір жағдайлар кездеседі, қараңыздар. Сіз, например, ғылыми жоба, диссертация, диплом, мақала, кітап, араларында сөздер болады. Мен мысал ретінде жаздым мына жерде. Сізде бір 50 бет бар дейік. 50 беттің ішінде осындай әр жерінде осындай ссылкалар бар. Сіз әр қайсысын кіріп, оң жағын басып, удалить, гиперссылку деп отырғыңыз келмейді. Ал бір мезетте бір функция арқылы, бір шертпе арқылы барлығын өшіргіңіз келеді. Оны қалай жасаймыз? Мысалға қараңыздар. Мына жерде бермейді негізі Word'та бүйтіп белгілесеңіздер, міне гиперссылка активный емес. Оң жағын бассаңызда гиперссылка жоқ. Ал тек қана біреуін белгілесеңіздер, онда удалить гиперссылку, мына жақта да гиперссылка бізде бар. Көп болған жерде бір екеуін алсаңыздар, уже бізге активность бермейді. Онда не істейміз деген сұрақ туындайды. Болады ғой, мысалға бір керек жеріңіз болса, осылай белгілеп біртіндеп істейсіз, ал барлығын бір мезетте алып тастағыңыз келсе, Ctrl-A ыстық клавишасын басамыз бір мезетте. Міне барлығын белгілеп аламыз. Сізде мысалға 50-100 бет болуы мүмкін. Сосын бір мезетте Ctrl-Shift-F9 ыстық клавишасын бірге басамыз бір мезетте. Ctrl-Shift-F9. Қараңыздар, жоқ. Міне осылай алып тастайсыздар, проблема емес, бітті. Ссылка жоқ. Бұл енді керек болады деп ойлаймын студенттерге, оқушыларға, жалпы мұғалімдерге де осындай жағдайлар кездескен кезде жалпы біліп жүріңіздер. Ең бастысы каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсылықта жолыққанша аман болайық.